Сәлеметсіздер ме? Біз бүгінгі видеомызда жұлдызша тоқуды үйренеміз. Бізде мынау остаток розовый жіп, және де бізде 3 мм крючок. Енді бастаймыз. Ол үшін біз басын осылай кольцоға бастап аламыз. Және осы кольцоның ішінен 7 воздушная петля тоқып шығамыз. Мына, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, және соңғы міне жетеу. Енді мына кольцоны тартамыз, сонда бізде кольцомыз жиырылады. Енді біз басына біріктіруіміз керек. Оны қалай біріктіреміз? Жақтан аламыз да, мынаны осылай кіргіземіз. Сонда бізде осындай кольцо пайда болды. Енді әр қайсының ішіне біз 2-2-ден воздушный петля тоқып шығамыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, төртіншісіне үшеу тоқып шығамыз. Жетеу, 8, 9, 10, 11, 12, 13, соңғысына 14, 15. Бізде мұны 15 петля пайда болды. Енді біз 5 жұлдызын жасаймыз. Ол үшін жоғары қарай 5 петля тоқимыз. 2, 3, 4, 5. Енді осыны артқа қаратып, мына артқы петлядан тоқып шығамыз. Бұл жерде ешқандай петлясыз бір-бірін біріктіреміз былайынан. Біреу, екіншісін воздушная петля тоқып шығамыз. Екеу, үшіншісін полустолбик тоқимыз. Төртіншісін бір накидпен тоқимыз. Біреу, соңғысын, мына соңғы нүктені 2 накидпен тоқып шығамыз. Біреу, екеу, и біріктіреміз. Енді бұлай ауыстырғанда, бұлай аударамыз. Мына жерде біреу, 2 петляны тастап кетеміз, үшіншісіне біріктіреміз. Бізде бір жұлдызшамыз пайда болды. Келесі 5 петля жоғары көтеріміз. 2, 3, 4, 5. Енді осыны тағы да артқа қаратамыз. Тоже бірінші петляны әшейін біріктіріп тоқимыз. Екінші петляны воздушный петля тоқимыз. Үшінші петляны полустолбик қылып тоқимыз. Төртінші петляны бір накидпен тоқимыз. Соңғы 5-ші петляны 2 накидпен тоқып шығамыз. Бұлай ауыстырамыз. Бірінші, екінші петляны тастап кетеміз, соңғы 3-ші петляға біріктіреміз. Тағы да біз осындай үшеусін тоқуымыз керек. Міне біздің жұлдызшамыз дайын болды. Мен уже біріктіріп, жіпімді кесіп қойдым. Мынау артық жіптерін артынан кіргізіп жіберсе де болады, болмаса мынадан арасына кіргізіп жіберуге де болады. Және де үтіктеп әдемілесе, осындай әдемі жұлдызша пайда болады. Менің каналым ұнап жатса, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.